Қайырлы күн. Бүгін біз 7-ші сынып 392 бажыбында қарастыратын боламыз. Тараудың аты Natural Disasters, табиғи апаттар. Бүгінгі бажыбыда біз оқылым және айтылымды қарастыратын боламыз. Яғни жауаптары дайын, тек қана дәлелмен беруіміз керек. Бұл жерде біріншісі read the text and mark the sentences true or false, сөйлемді оқып, мәтінді оқып, true, дұрыс. Немесе false мәтінге байланысты дұрыс емес деген ақпаратты табуымыз керек. БЖБ кезінде уақытты үнемдеу үшін біз міндетті түрде бірінші тапсырмаға көшуіміз керек. Тапсырманы бірінші оқып аламыз, Most Haitians were having their breakfast when the earthquake hit. The president's palace was in ruins after the earthquake. The article says Haiti's president believes 3 million people are suffering. Haiti's ambassador to the US has a good idea of casualty figures. Most Haitians are so poor they live in less than $2 a day. Haiti was hit by 4 different hurricanes in 28. дейді. Осындай 6 сұрақ. Біз оны мәтіннен табуымыз керек. Ең бірінші толық оқымай, давайте бірінші сұрақтың жауабын тауып көрейік. Television pictures are slowly beginning to бірінші оқиық, сосын сразу жауаптарын белгілеп шығамыз, To show how great the damage is in Haiti following the huge earthquake on Tuesday. A magnitude 7.3 quake just 16 kilometers from the capital hit the Caribbean nation as people were going home after work. Так, бұл жерде breakfast деп тұрған еді, кілттік сөздерінде дұрыс аламыз, Breakfast бізде кілттік сөз. Earthquake hit деп тұр. Бұлардың түстерін кішкене өзгертсек. Көп қылайық, кілттік сөздерді. Получается, мына жерде жауап тұрған сияқты, қараңыздар. Hit the Caribbean. People were going home after work, Олар жұмыстан қайтып бара жатқан еді. Таңғасын емес, сондықтан жауап бізде false. Екіншісі, President Palace, президенттің замогы дейді. Осы earthquake жер сілкінгеннен кейін, олар уже майдаланып кетті дейді. Көрейік. Much of the country has been devastated. Many major buildings in the capital Port-au-Prince have collapsed. Так, including the presidential palace and the UN headquarters. Қараңыздар, мына жердегі, получается, біздегі in ruins деген сөз тұр, яғни бұл бізде кілттік сөз болады. After earthquake, яғни майдаланып кету. Және кімнің үйі? President Palace. President Palace-тікі. Мына жерде мәтін тұр, қараңыздар, міне. Devastated деген сөз, ол бізде майдаланып кету. Соның синонимі. Құру, жалпы, бұзылу деген мағынада. Мына жерде басталып келгенде collapsed деген сөз айтып тұрмын. Collapsed деген сөз ол бізде синоним болды. In ruins, including қоса кеткенде presidential palace. Бізде жауабы дұрыс. Келесі. Haiti president believes 3 million people are suffering дейді. Мына мақаланың айту бойынша президент 3 миллион адамдай зардап шекті деп ойлайды. Көрейік. Haiti President Reine Prevel described the scene in the capital as unimaginable. The Red Cross says up to 3 million people have been affected. Так, дұрыс сияқты болып тұрған сияқты, міне 3 миллион адамға дейін деп тұр. Suffering. Бірақ, мына жерде бір сөз құртып тұр, бізде қараңыз. Unimaginable, яғни көз алдына елестете алмайтындай.
Мүмкін miserable fears will over 100,000 people. Мүмкін 100,000 адам шығар деп тұр, иә. Қайтыс болған адам деп мына жерде санын да көрсетіп тұр. Сондықтан біз бұл жерде жауабы бізде false болып тұр. 30 million people бізде кілттік сөз. Келесі, Haiti ambassador to the US has a good idea of casualty figures. Көрейік, бізде кілттік сөздер ambassador, good idea of casualty figures. Мінеки кілттік сөз шықты, иә. Ambassador to the USA, Raymond Joseph, said there was no way of estimating how many casualties there were. No way of estimating, то есть no way, яғни бағаланбайтын деп тұр. How many casualties there were. Бұл жерде good idea деп тұрған еді ғой. No estimating деп тұр. Значит, бұл жерде жауабы false. Келесі, most Haitians are so poor дейді. Хейтиліктер қандай дейді? Кедей дейді. Live less than $2 a day. Күніне олар $2 төменге өмір сүреді екен. Is one of the poorest countries in the world деп басталып тұр. More than half of its people. More than half. Жартысынан көбісі. More than half of its people live below poverty line. Poverty line. Бұл жерде бізде less than most Haitians дегеніміз бұл осы, more than half деген. Значит, бұл бізде жауабы дұрыс. Haiti was hit by 4 different hurricanes. Так, кірттік сөз 2008 және 4 different hurricanesға бөлінді дейді. Көрейік. Nation was still trying to recover from being hit by 4 deadly hurricanes in 30 days. Жауабы дұрыс екен, Міне, достар, қазір біз сіздермен БЖБ-ның оқылымын қарастырдық және мәтіннің ішінде дәлелін таптық. Сіздер тек қана жауаптарын көшіріп қана қоймай міндетті түрде менімен бірге практис жасаңыздар. Сол кезде сіздер уже қалай мынау сұрақтардың жауаптарын мәтіннің ішінен таба аласыздар. Кілттік сөздермен қалай жұмыс жасау керек және қандай жаңа сөздерді меңгердіңіздер, солар өте маңызды. Hurricane деген мысалы ол ураган деген сөз, Ambassador, елші, ruins жаңа айтып өттік, бөлшектерге бөлініп кету деген секілді. Ал кеттік онда speakingға көшейік. Speakingда бізде айтылымда choose a question and be ready to answer it after the teacher starts the conversation. You should add your idea to the class discussion. Мына жерде төменде бір билетті алып, сол билетке сіздер сұраққа жауап бересіздер. Мына жерде алтауынан біреуін ғана таңдайсыздар. Мысалы, соған жауап ретінде мына жерде былай айтылған. Мындай сұрақ берілді. What are the safety rules for an earthquake emergency? Бірақ қыздар қараңыздар, міндетті түрде мына правиланы біз естен шығармайық, ережені. Ask questions if you do not understand and what someone has said. Сізге сөйлеген немесе айтқан адамның түсінбейтін болсаңыз, қайталап сұраңыз. You don't need to raise your hand to speak. Сізге сөйлеу үшін қол көтерудің қажеті жоқ. Pay attention to your air time. Яғни уақытқа, time management-қа назар аударамыз. Don't interrupt, өзгені бөлмейміз сөзін. Және don't put down the ideas of another learner. Яғни өзге айтқан адамның, оқушының идеясын қайта кірістірмейміз дейді. Ал енді мына жерде мынандай сұрақ беріліпті. What are the safety rules for an earthquake emergency? Жер сілкінісі кезінде қандай қауіпсіздік шараларын жасау керек? Яғни сіздің жауабыңыз. Don't panic, get under a table or desk, check for injuries, call emergency services to get help for injured persons. People will leave the room, exit the building. Once outside, move to the evacuation assembly point, wait for further instructions. Деп 4-5 сөйлеммен осындай сіз нетіңіз керексіз, совет беруіңіз керексіз, кеңес. Ал енді мына жерден мен
Екі-үшеуін таңдап алдым да, соған жауабын жаздым. Оқып көрейік, үшеуін таңдап, соған жауабын жаздым. Біріншісі, could the internet be helpful in case of a disaster? In what way? Жалпы интернет осындай жер апаты, то есть апат кезінде көмек береді ме? Көмек бере алады ма? Қандай жолмен деп тұр? Yes, of course. The internet, мына жерде кішкене, internet can be, Internet can be helpful in the event of a disaster because the specialists and responsible people can spread information and warnings to the public, provide updates on the situation, and coordinate emergency response efforts. Social media platforms can also be used to share information and connect people who need help with those who can't provide it. Деп қысқа қайырдым. Рас, апат кезіндегі интернеттің пайдасы өте маңызды екен көрсеткім келді. Екінші сұраққа көшейік. Екінші сұрақ бізде how can we help victims of natural disaster? Табиғи апат кезіндегі жарақаттанғандарға қалай біз көмек бере аламыз? Жертваларға қалай көмек бере аламыз? There are some ways to help victims of a natural disaster. These include donating money or resources to organizations that provide aid and assistance, volunteering to assist with relief efforts, and raising awareness about the disaster impacts on affected communities. For example, кешегі Түркияда болғанды мысалға алдым. Earthquake was in Turkey and damaged a lot of houses. Unfortunately, many of them hurt and died. We gave a helping hand as donating money, clothes, and food. Let's not be a natural disaster in the world. It's so dangerous. Деп қысқа қайырдым. Жалпы табиғи апаттар. Ал кеттік үшіншісі. What problems do people have after a natural disaster? Табиғи апаттан кейін қандай проблемаларға душар болады, адамдар? Certainly, people have plenty of problems after natural disasters. It depends. I think all natural disasters are awful, but as for me, the worst is tsunami. You can't hide from it anywhere. We can help victims of natural disasters, giving them shelter, food, and money. Міне жалпы осылай айтылымға 3 сұраққа жауап бердім. Өзіңізге ұнаған біреуін қолдансаңыз болады. Ішіндегі жаңа сөздерге назар аударыңыз. Бұл тарау таза табиғи апаттар туралы қарастырылған. Осымен сабағымыз бүгінгі БЖБ-ны талдау аяқталды. Келесі БЖБ-да жолыққанша сау саламатта болыңыздар.